ойыңызға келген жаман ой да сізге келеді, ол ойды ұстап алып жармаса бастаймыз. Мысалы, әрбір ойды проживать етіп, всем телом сезінетін болсаң, ол өміріңде міндетті түрде болады. Аллах тағала саған керемет күш берген. Ол күш таңдау. Каждый жаман ойыңа подтверждение беріп тұратын ойлар келеді. Менің қолымда тұрған күнделік сізге 10 психологқа барған сеансты заменить ететін болады. Мен есімім Аида, дипломированный психологпын. Парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаман ойдың күші жоқ күнделігі жайлы ақпараттар, жалпы жаман ой адамда не үшін болады, жаман ойдың зардабы мен сіздің өміріңізге кедергісі жайлы керемет тегін сабақ бөлісетін боламын. Ең бірінші жаман ой. Күнделікті адамның миына 60 мың түрлі ойлар келеді. Бірі келеді, бірі кетеді. Жаман ойды мен әрдайым шәкірттеріме аспандағы бұлтпен елестет деп айтамын. Аспандағы бұлтта қара бұлт кейде үйіріліп келіп, бірден жоқ болып кететін сияқты. Ойыңызға келген жаман ой да сізге келеді. Одан кейін өзіңіз ойламасаңыз, оған фокус бұрмасаңыз, ол сіздің өміріңізге зардабын тигізбейтін болады. Ал бізде не істей бастайды? Бір ой келеді, ол ойды ұстап алып жармаса бастаймыз. Мысалы үшін күйеуінің изменасын білген қыздар, измена туралы ой келді ма, соған жармасып, страдание, уныние шақыра бастайтын болады. Бір адамдар ақша туралы ойлаған кезде депрессия басталып, стресс болып, өзімен өзі қиналып, күмәнданып, өмірден түніліп кете бастайтын болады. Біреу ауруды ойлағанда, яғни сенің өміріңде, сенің энергияңды ұрлайтын ойлар, ол бесполезный ойлар. Каждый ой сені қанаттандырмаса, шабыттандырмаса, өмірге деген желанияңды ашпаса, ол ойды ойлаудың да қажеті жоқ. Ол ойға вообще важность та берме, реакция да берме. Егер сен жаман ойды өміріңнен тоқтатқың келсе, бірінші өзіңнің ішіңдегі реакцияларға мән бер. Сен әрбір ойға реакция беріп, әрбір ойды проживать етіп, всем телом сезінетін болсаң, ол өміріңде міндетті түрде болады. Мысалы үшін біз айтамыз, визуализация жаса, аффирмация жаса деп, ол қалай көмектеседі? Егер сенің өміріңде бір жаман ойды ойлап, мысалы күйеуіңмен қарым-қатынаста ұрысты, ажырасуды ойлай беретін адамдар бар. Күйеумен қарым-қатынаста тек қана ажырасуды ойлана беретін адамдар бар. Тұрмысқа шыққанша асығады, тұрмысқа шығып болған соң ажырасамын, не істеймін деген сияқты ойлармен өмір сүреді. Ал сен дәл қазір осы ойды қайта-қайта сезіне беру арқылы сенің өміріңде бір-біріңе көңілің тоймау, қарым-қатынасың суып кетуі, сен неге вечно недовольныйсың деген сұрақтар жиі өміріңе келе бастайтын болады. Егер сен өміріңнің құндылығы мен сапасын жақсартқың келе ме, ең бірінші басыңдағы ойларға мән бер. Басындағы ойлары таза, жүрегі таза адамға өмірінде де ақша, мүмкіндік, сыйлық бәрі бірінен соң бірі келе береді. Ал сен 60 мың ойыңды күнделікті бақылауда ұстаймын, сол ойлармен күресемін, мына жаман ойдан қалай құтыламын дейтін болсаң, одан құтыла алмайсың. Одан тек өлгенде ғана құтыласың. Адам тірі кезде ол ойлана береді. Ол функция адамда бар. Ал сен өмірді тоқтатқың келсе, ойыңды тоқтатқың келсе, немесе миың сөніп, сен инсульт ауруына шалдығасың, не болмаса сенің өміріңде жақсарту үшін сен өзіңнің ойларыңды сүзгіден өткізгендей өткізе бастайсың. Фильтрдан ойларыңызды өткізіп үйреніңіздер. Яғни сен адам ретінде Аллах тағала саған керемет күш берген. Ол күш таңдау. Яғни сен күнделікті не ойлайтыныңды, қалай өмір сүретініңді, қандай шешім қабылдайтыныңды таңдай аласың. Ал мен саған керемет ұсыныс айтам. Бүгіннен бастап жаман ойыңды сүзгіден өткізіп, әрбір ойларыңды жинақтап, өзіңнің өміріңде жаман ойды тоқтатқың келсе, менің жаман ойыңдың күші жоқ атты күнделігіме тапсырыс берсең болады. Өзіңе өзің психолог болудың құпиясы кітабымен жаман ойдың күші жоқ күнделігіне бірге тапсырыс беріп жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге ешқандай психолог керек болмайды. Осы бір ғана күнделікті толтыру арқылы сіз өзіңізге өзіңіз психолог болып, жаман ойларды тоқтатып, қаншама терапиядан өткендей керемет жеңілдікті сезінетін боласыз. Себебі бұл күнделіктің ішінде қандай пайда бар? Сізге бұны толтыру арқылы қандай пайда беріледі? Мен сізге соны түсіндіргім келіп тұр. Бұл күнделікте арнайы сіз не ойлап тұрсыз? Қазіргі ойыңыз 100% шындық па, өтірік па? Сіздің миыңыздағы великий обманщик, ловушка мозга сізді алдап тұр ма? Соның бәрін осы күнделікпен 21 күн жұмыс жасау арқылы
түсініп талдайтын боласыз. Егер сіздің өміріңізде өзіңіздің ойларыңыздан күресіп шаршаған болсаңыз, өз өміріңізді қиындатпаңыз. Өмір сүру жеңіл, бірақ сен оған қалай қарым-қатынас жасайсың, сенің психикаң қандай қалыпта, өмір саған соны әрдайым есіңе салып тұратын болады. Егер сенің психикаң шаршаған, раздраженный, ашулы, керек емес ақпаратқа толы болса, сенің өміріңде де дәл сондай оқиғалар бірінен соң бірі сені шаршататын, қиынайтын, каждый жаман ойыңа подтверждение беріп тұратын ойлар келеді. Мысалы үшін, мен осыны ойлаған едім, мен білдім осыны, мен сездім осыны деп бүкіл әйел айтып отырады. Күйеуі измена жасады ма, әйелдер маған келеді айтады: Айда ханым, мен осыны білгем, мен осыны сезгем, мен осыны өз ойыммен шақырдым дейді. Ақша мен қарыз бен кредитке кіріп кете ма, мен оны білдім, мен оны түсініп тұрмын, бірақ мен соған кірдім дейді. Мысалы үшін денсаулық, білем мен осының зардап екенін, осы нәрсенің мен денсаулығыма кедергі екенін біліп тұрып, мен соны жасадым дейді. Яғни, когда сен өзіңді бағаламайсың, өзіңді сүймейсің, жай ғана өзіңді жақсы көрмейсің, сол кезде сенің өміріңде, сенің өміріңнің сапасы да, сенің айналаңда барлығы дербес түрде саған жауға айналатын болады. Айналаң, өмірің, бақыт пен махаббатқа толы болғанын қаласаң, бүгіннен бастап ойларыңды басқар. Ойыңды өзгерткен кезде өміріңде өзгереді. Ал сен ойыңды өзгертпейінше өмірің өзгермейді. Бір адамнан сен жақсылық көремесең де, жамандық көремесең де өз таңдауыңда. Бұл видеодан да жақсы ақпарат аламын десең де, жай ғана уақытыңды жоғалтамын десең де өз таңдауыңда. Бір ғана сөз, бір ғана күнделік, бір ғана іс-әрекет сенің өміріңді Аллахтың қалауымен кардинально өзгертуге көмектесетін болады. Бүгіннен бастап сен өз ойыңның авторыңа айналасың деген сенімдемін. Өз өміріңді қолға ал. Уақытты өмірді Аллах тағала берді ма, сол өмірді рахаттанып, бақ пен берекеге толтырып, әрбір ойдың билеушісі менмін деп өмір сүр. Кейбір кезде біз ойдың ішінде өмір сүреміз. Яғни біз өз ойымызды басқармаймыз, ойлар бізді басқарып кетеді. Ал сен өзіңе анализ жасау үшін өзіңе осы тестті жасап көрсең болады. Қазір менің өмірімді мен өзім басқарып тұрмын ба? Не болмаса менің ойларым басқарып тұрма. Егер сенің ойларың сені басқарып тұрған болса, сен денеңді де, тәніңді де, жаныңды да өміріңнің рахатында сезіне алмайсың. Ал дәл осы күй сені құрбандыққа шалып, қиратып жатыр. Егер сенің өмірің сенің қолыңда тұрғанын білсең, сен қазірден бастап өзіңді қолға алатын едің. Аллах тағала адамды жануардан айырмашылығы санасында етіп берді. Өзіңнің өміріңді саналы, өз ойларыңның автор ретінде және де осы күнделікке тапсырыс беріп, өзімен жұмыс жасаған оқырманым ретінде қабылдаймын. Егер сен бүгіннен бастап жаман оймен күресуді тоқтатып, бұл ойға жеңіл қарағың келсе, өзіңе өзің психолог болудың құпиясы кітабы мен жаман ойдың күші жоқ күнделігін бірге тапсырыс бер. Сенің өміріңе де, өзіңе де, ойыңның демалуына да көмектесетін болады. Сен осы күнделікті толтырғаннан кейін миың саған рахмет айтатын болады. Егер сенің ішіңде миыңның тілі бар болса, ол давным-давно саған мен шаршап кеттім деп айтатын еді. Немесе уже айтып та жүр. Дұрыс па? Ал сол шаршаған миыңа перезагрузка жасап, жаныңыз бен ойыңызды демалдырғыңыз келсе, осы күнделік пен кітапқа бірге тапсырыс беріңіздер. Керемет жеңілдік бағамен алып үлгеріңіздер. Төменге номер қалдырамыз. Алла бұйыртса жақында Марвинге және де Каспий дүкендеріне сатылымға шығатын болады. Сол жақтардан да тапсырыс берсеңіздер болады. Барлықтарыңызбен қоштасамын. Сіздермен болған мен Аида Наурызбаева. Келесі видеоларда кездескенше.